Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Жаныңызға дөңгелекпен жүрген айыппұл арқалайды. 1 желтоқсаннан бастап жолға жазғы дөңгелекпен жүргендерге тыйым салынады. Ереже бұзғандар әкімшілік кодексінің 590 бабы 5 бөлімі бойынша 5 АЕК 2022 жыл 15.315 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Ректордың ұлының өлімі күдікті ұсталды. Қаңтар оқиғасы кезінде Әл-Фараби атындағы Қаз ұлттық университеті ректоры Жансейіт Түймебаевтың ұлы көз жұмған. Бас прокуратура күдіктіні 21 қазанда ұсталғанын хабарлады. 23 қазанда сот қамауға ұстауға шешім шығарған. Түймебаевтың ұлы Алматыда 6 қаңтар кешкі сағат 18:35 шамаларында көлігімен үйге қайтып бара жатқан. Назарбаев көшесінің жоғары қарай келе жатқанда Жансейіт көшесіне жетпей қиылысқа тоқтаған. Осы уақытта белгісіз біреулер кенеттен оқ жаудырған. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз.